Ассалаумағалейкум ағайын, қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Желіні ашпап едім, бүгін ашып қалдым, шошып кеттім ғой негізі. Сөйтіп қарап шықтым. Ринат туралы не дейсіз дейді. Ринат туралы емес, мен Ринаттың өзін айтамын мен. Ринат, бауырым, тек алға ғой, тек алға. Жасайтын жұмыс көп, сондықтан да ана мұны сөзге сүрінбей, тек алға. Ассалаумағалейкум қазақ жұрты. Кеше депутат ағамыз Ринат Зайытовқа медиа ақпаратты шабуылдар жасалып жатыр. Сондай тұста Балғынбек Имашев ағамыздың күшті ұйқастарға толы өлеңін көрдік. Соған Балғынбек ағаға жауап ретінде менде бір өлең шықты. Алдын ала айтайын, ақын емеспін, бірақ сондай шабыт келе қалды. Өлеңіңіздің ұйқасы жақсы екен. Балғынбек осы жерде тапшы мекен. Домбыраны харам деп жүрген кезде бұл ағамыз тәтті ұйқыда жатады екен. Балғынбекпен баспана қайда қалды? Сан соғылып талайлар жолда қалды. Сол кезде біразын ұйықтаттың ғой өз халқыңды, оп-оңай айдап алдың. Нұр Отанда Балғынбек не істеді? Партияда болды өзінше бір істегі. Бірақ та естімедім жұртшылықтан дегенді. Балғынбегім былай деді: Ринаттан естіп жүр ондай денді. От шашумен кайфуша Стамбулда, батырлар мен серкелер бәр осында. Дикий арман досыңыз, бауырыңыз мәз мейрам, хан сарайы алтын орда. Бәрі жақсы, жағдай деген өз-өзімен, аяқ асты бәрі де өзгерт мүлдем. Досым деген дикийді ұстағанда осындайда. Балғынбек тағы ұйықтайды екен. Досым деп салмадың ба инстаңа? Досым деп өлең шығар инстаңа? Жоқ, сен басқасың, қорқасың, шорқақтаусың, сол үшінде тиіспеші депутатқа. Жортқанда қасқыр көп шакал шап береді. Ринаттың ойыда өзінің де ақ тілегі, осындайда орай түскен кезде ойландырады мыналардың тап бергені. Ұйқың қайда? Ұйықтаңыз, ұйықта тағы. Дәл қазіргі ұйқы саған бақ болады. Бір тұшпақта жүрген ініңізден хайып жинап ағасы шат болады. Инстаға салмаяқ сөйлесіңіз, сол кезде аға деген ат болады. Миллиондардың алдында очконы жинайтындар қашанда жат болады. Төрт жолда тауып айтсаң ұйқасымен, ол кезде сөз емес ол жыр болады. Дәл бүгін қолдамасаң Ринатты, ағалық, ақындық атыңызға сын болады.